Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын жаппасай әзірлейтін боламыз. Ол үшін бір стақан суға бір жұмыртқа салып, және жарты шай қасықпен тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, қатты қылып нан илейміз. Морозилкаға 10-15 минутқа қоя тұрамыз осыны. Енді қазанымызға сұйық май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Содан кейін етімізді саламыз. Бізде мұнда тауық еті, сиыр еті болса, ұзақтау қуырып аласыздар. Және де морковь пен картопты салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды салып, дәмдеуіштерімізді салып, үстіне томатымызды салып, су құйып, бетін жауып 20 минутқа пісіруге қойып қоямыз. Міне осындай мөлшерде су құйып, орташа отта қойып қоямыз. Енді нанымызды илеп аламыз. Нанымызды жұқа қылып илеп, бетіне сұйық май жағатын боламыз. Осыны кішкене төртбұрышты етіп бөлшектерге бөліп аламыз. Енді осыны бетіне салып шығатын боламыз. Сұйық маймен жақсылап майласаңыздар, қамырларыңыз жабыспай шығатын болады. Міне дайын болды. Мен 2 нан жайған болатынмын. Біреуін осылай пісірдім, екінші нанды мантаваркаға манты пісірген сияқты істеп алдым. Беті қатты қалың болып кетпеу үшін. Осылай 20 минутқа қойып қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де төменгі видеода ауызашарға жайылған дастархан бар, міндетті түрде көріп өтіңіздер.